2024 жылы «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы балалар жазушысы, сценарист Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев шығармашылығына арналды. Осыған орай Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханада абонемент бөлімінде Бердібек Соқпақбаев «Өмірі балалар көзімен» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге жазушының жекпе-жек, балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа тағы басқа әңгімелері, повестері қойылды. Ал ендеше сіздерге ұсынылған кітаптар арасынан «Дала жұлдызы» шығармасын толығырақ баяндайық. Алаштың алғашқы ғалымы, тарихшы, шоқтығы биік Шоқан Уәлихановтың өмірі туралы очерктерді жазушы «Дала жұлдызы» кітабында түсінікті әрі көркем тілмен жеткізген. Саяхатшының туған жері, балалық шағы тарауынан бастап, Баянауыл сапары, білім жолы, саяхаттары туралы әр тарау қызыға оқылады. Бұл шығармада Шоқан Уәлихановтың өміріне үңіле түсесің. Саяхатшының өмірімен танысқыларың келсе, «Дала жұлдызы» таптырмас туынды. Кітапханамызға келіп, жазушының кітаптарын алып оқыңыздар.